Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамашылығымен өткен жылы елімізде Таза Қазақстан акциясы бастау алған еді. Міне содан бері экологияны жақсартуға бағытталған бұл маңызды бастама аясында көптеген игі жұмыстардың жүзеге асқаны баршамызға мәлім. Дегенмен де мемлекет басшысы айтқандай, бұл шара тек бір реттік науқандық жұмыс болмауға тиіс. Міне сонда ғана біз экологиясы таза елде өмір сүруге қол жеткізе аламыз. Ал экологиясы таза елде өмір сүру дегеніміз бұл салауатты өмір салтының, жарқын болашақтың кепілі. Олай болса баршамыз бір кісідей ат салысып, бұл акцияны әрі қарай жалғастырайық. Бүкіл елдің келбеті әрбір қазақстандықтың сана сезіміне, тұрмыс тіршілігіне байланысты қалыптасатынын естен шығармайық.